Уақыт керуеніне бөгет жоқ. Бұған түрлі оқиғаларды бастан кешкен ұлт тарихы дәлел. Қазақтың өмірі, тілі, ділі мен мәдениеті жойылудың аз алдында тұрған кездер болды. Бірақ ұлт тағдырын шешкен ақсақалдар елін ертеңіне сендіріп, жерді қорғау үшін бірлігін нығайталды. Таластырмай, дау жанжалдарды бір-ақ ауыз сөзбен тоқтатты. Бұл қазаққа ғана тән феномен. Үлкен мәдениеттердің жиынтығы өркениетті құрайды. Адамзаттың дамуы, оның ішінде бүкіл салт дәстүріміз бәрі сол мәдениеттің ішіне кіреді. Енді өркениеттің өзегі руханиятқа барып тіреледі. Сонда біздің қазақтың діни түсінігінде жалпы дін ғылымында 4 ілім бар. Ол шариғат, тариқат, мағрифат, ақиқат деп айтады. Осы сырдың бойында қаншама ахундар, ишандар өткен. Ахун, ишан деген сөздің екеуінің айырмасы. Ишан 12 пәнді толық меңгерген адамды айтады. Ахун деп 24 пәнді меңгерген, яғни ишаннан 2 есе жоғары адамды айтады. Бұхар хандығындағы ең жоғарғы діни лауазым ахун деп аталған. Ахундар әдетте шариғат, фиқх, құран және математика сияқты жан-жақты білім алған. Діни қауымдастықтағы қызметтерді басқаруға жауапты болған. Ал ишан ұғымы әулие сөзінің баламасы. Ахундар мен ишандар арасында ауқатты тұлғалар көп болған. Олар дәулеттің басым бөлігін мешіт пен медреселердің құрылысына жұмсапты. Ұлтты рухани ағарту ісімен айналысқан. Осылайша Орта Азия аумағында руханият пен даналық мектебін қалыптастырған. Сыр өңірінде 1917 жылға дейін 100 мешіт болған екен, көресіз. Бұл жақта әулиелер көп болған. Арабша жазу, математикасы, тарих, көресіз. Әрине соны діни сабақ берген. Олар деген бәрі Құран оқып білген. Айтып кетті кейін Совет үкіметі 2% сауатты болды деп қазақ халқы. Ол олай емес. Мысалы сыр өңірінде 2% орысша сауатты болған. Мысалы қалғанда 100% кәдімгі діни мұсылманша сауатты болған. Бұл ұлттық біз кодымыз ғой. Біздің текті халықпыз біз деген. Біз дінді қатты соған. Азаттықтың азапты жолында қан төгілгені тарихтан аян. Қылышынан қан тамған репрессия кезінде бірінші болып қара тізімге ілігіп қудаланған дін ғұламалары. Ахундар мен ишандардың есімін атауға тыйым салынып, еңбектері жойылды. Бірақ бүгінде сыр ғалымдары өткенді жаңғыртып, өшкенді тірілтуде. 1930 жылы біздің сыр өңірінде үлкен көтеріліс болған. Совет үкіметіне қарсы көтеріліс болды бізде. Соның ішінде көбісі басшылары ахун ишандар болған. Көресіз, олар кәдімгідей батыр кісілер болған. Біз ойлаймыз, молда ол жұмсақ кісі деп, барлығы да кейін репрессия ұшыраған. Алтайдан Атырауға дейінгі ұлан асыр жерде еленген қазақ аталы сөзбен ой, қариясына қарап бой түзеген. Тарихты парақтасақ, ақсақалдар билікке таласпаған, халықтың арасына іріткі салмаған. Керісінше, жастарды тәрбиелеп, отбасы құндылықтарын нығайтуға күш салған. Қызылорда облысындағы діни ахуалының тұрақты болуынан бірнеше себептер бар. Бірінші фактор ол біз моноұлттық сипаттағы аймақтардың біріміз, яғни басым көпшілігі қазақ ұлтының өкілдері. Екіншіден сыр өңірінде қателеспесем 400-ге жуық ахун ишандар болған. Ахун ишандардың көзін көрген ұрпақ, яғни қазіргі таңда ақжаулықты аналарымыз, ақсақалды қарияларымыз, сол бабалар сабақтастығын бізге жеткізіп отыр. Ол ишанның баласы алдын кесіп өтпей дейді мысалы. Немесе ол жерде мешіті болған, ахунның мешіті болған, ол жерде баспа мал жайма дейді. Бұның өзі неге алып келеді? Баланы имандылыққа тәрбиелеуге алып келеді. Бір жылдығын ойлаған ел бидай егет, мәңгілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне ізгіліктің дәнін егет дейді халық даналығы. Демек, ұлтты тұтастыққа біріктіретін күш руханият. Ел бірлігі доктринасында ұлт болып бірге қоғам қалыптастыру отбасылық дәстүрде деп шегеленген.